Сәлем Ерке ТV арнасының көрермендері. Аяжанның қызықты хикаяларын бастаймыз. Қырмандағы кездесу. Ораз ауылға аяжандармен бірге қайтты. Мотоцикл қорабының арт жағына бекітілген запас дөңгелектің үстіне соңынан екелі қалмайтын майлаяғын құшақтап, шоқиып отырып алды. Құлап қалмайсың ба? Деді Аяжан қамқор үнмен. Құламаймын. Нұрдәулет араздығы әлі бітпегендей. Майлаяқ ол бетіне қараса ұрррр деп айбат шегіп қояды. Жат, Сарыкең бөктер жолмен зырлатып қырманға келді. Аяжан бұны да көрсін дегені еді. Төбесі шифермен биік етіп шатырлап жабылған жабық қырман. Адамнан машина көп, қарбалас екен. Астық тазалайтын екі машина қабатынан гүрсілдеп жұмыс істеп тұр. Маржандай болып тазарып шыққан астықты білектерін сыбанып алған 4-5 әйел қаптап тізіп қойып жатыр. Ассалаумалейкум, Сарыке. Сарыке, сәлематсыз ба? Қош келіпсіз, Сарыке, деп көргендердің барлығы Сарбай қарияға құрметпен сәлем береді. Аяжан мен Ораз қолдасып алып, қырман аралап жүреді. Кенет құлақтарына әлдекімнің қылғынып, Ораз, ей Ораз деген үні келді. Ораз төңерегіне қарап, кім екенін біле алмады. Ораз деймін, бері қара. Әуелі Аяжан байқады. Дауыстың иесін, қырманның шетіне таман тұрған су жаңа көк волганың ішінде. Мойны қалқиып, терезеден біреу қарап отыр. Велосипед жетелеген әнеугүнгі Мелис дейтін бала. Миылығына түскен фуражкасы қазірде басында. Көзі жаутаң-жаутаң етіп, ей Ораз, бері кел деп шақырады. Өзі машинаның ішіне жабысып қалып, қозғала алмай отырған адам тәрізді. Ораз бен Аяжан Мелиске жақындап келді. Неғып жүрсің мұнда деп сұрады Ораз. Папаммен бірге қырман аралап жүрмін. Мелистің самайынан тарам-тарам болып, тері ағып кетіпті. Соны өзі сезбейтін секілді. Мына ыстық күнде қабат-қабат киініп, қапас машинаның ішінде булығып отыр. Аяжан оған жирене қарап, үнсіз тұр. Ораз, сен неғып келдің? Папама темекі, сіріңке әкеліп бердім. Енді үйге қайтасың ба? Қайтам. Мелис Оразға машинаның артқы орындығын нұсқап. Отыр мұнда, мен сені апарып тастайын, деді. Машинаның иесі дәл бір өзі секілді. Апарып тастайық, немесе папам апарып тастасын демейді. Апарып тастайын дейді. Мелистің мақтаншақ мінезі Аяжанды одан әрмен жирендірді. Ораз басын шайқап, біздің өзіміздің мотоцикліміз бар, деді. Аяжанға бұл жауап әбден ұнады. Тфу, мотоциклмен тепеңдеп, шаң жұтып жүргенше машинамен зыр етіп қалмайсың ба? Өзің ақ зыр ете қал. Бері таман шыққан соң Аяжан, Ораз осы баланы мен жек көрем. Өзі сондай сүйкімсіз, деді. Мен де жек көрем. Кекілжің. Біздің жолаушылар қырманнан шыққанда күн батуға тақаған. Салқын білене бастаған. Сарыкең бөгде бір жолмен құлдилап өзен бойына түсті. Алдан итарқа төбелі оңаша ағаш үй көрінді. Маңайында тауықтар жайылып жүр. Бұл жарғабақтың еңкейме іргесіне салынған су диірмен болатын. Өлі жүні сабаланған, ұсқынсыз бір ит үріп шықты да, арып-арып етіп жол шетінде қала берді. Диірменшінің өзі жоқ, әйелі бар екен. Сарыкеңе инабат көрсетіп, жылы амандасты. Балалармен де жекелеп амандасып, хәл жай сұрап жатыр. Аяжанды нұсқап, мына бала кім деп сұрады. Бұл менің Алматыдан келген қонағым. Дәрібайдың қызы ғой, деді Сарыкең. Шырағым-ай, әкесіне аумай тартыпты. Ораздан, апаңның құлағы қалай болды? Жазылды ма деп сұрады диірменшінің әйелі. Жазылған жоқ, апам бүгін ауданға келген профессорға көрінем деп кетті. Диірменшінің әйелі жолаушыларға үйге кіріңіздер, деді. Әуелі мына Аяжанға диірменді көрсетейін. Оның бұл неден тартылатынын да білмейді екен. Аяжан диірменді көріп, тағы да көп білім алып шықты. Судың арғы өңірі жылқының жалына ұқсап, күдістене созылған адырлық қырат. Төменірек барған соң әлгі қырат бәтіңкенің томсығы тәрізденіп, тұтқылданып бітеді екен. Сарыкең Аяжанға сол араны нұсқап тұрып,
Ана бір тақия тәрізді төбені көрдің бе? Деп сұрады. Анау бер жақтағы ма? Я, көрдім. Көрсең дәл сол тұстан биыл өзенге бөгет салына бастайды. Осы ауданның барлық колхозына тоқ беретін зор электр станциясы салынады. Содан осы аңғар сонау ар жақтағы қыраттың деңгейінен келетін су қоймасына көлге айналады. Көлде балықтар өсірілетін болады. Көл шетіне құс фермалары орнайды. Ағаштар отырғызылады. Әлі сен енді 1-3-4 жылдан кейін келгенде бұл араны танымай қаласың дейді Сарыбай қария. Қиялшыл Аяжанның көз алдына Сарыбай қарияның айтқандары тап қазір-ақ елестей қалды. Ол көлде сонан соң қайықпен жүзуге де болады ғой, ата? Әбден болады. Біздің Алматыда магазинде резинке қайық бар. Маған папам соны сатып әпереді. Сонымен жүземіз. Сөйтеміз, ата? Қайық түгіл кеме жүзуге жарайтын көл болады деп Сарекең шалқыңқырап кетті. Сендер отырасыңдар, ескекті мен есемін, деді Нұрдәулет. Сен еспейсің, Ораз еседі. Сен қайықты төңкеріп алуың мүмкін, деп Аяжан қарсылық айтты. Ораз еспейді, мен есем. Бүйтіп таласатын болсаң, мен сені қайыққа отырғызбаймын. Мені отырғызасың ба? Әпке, деп Зәуре тақ қате қалды. Сені отырғызам. Мен онда сенің резинке қайығыңа біз сұғып алам да жарып тастаймын, деді Нұрдәулет. Ата, мынаны қарашы, қайыққа біз сұғып алам дейді. Бүлдіруге келгенде бұдан шебер жоқ. Сондай қырсық сөзді сөйлеуге ұялмайсың ба? Деп Сарекең Нұрдәулетке сұрлана қарады. Эрита Митсини, Ораз Аяжанға ертең сағат 12-ге таман келем деп еді. Содан соң олар өзенге шомылуға бармақшы болған. Неге екенін Ораз келмеді. Аяжан оны елегізіп күтумен болды. Бірақ Ораз келмеді. Сағат 1 болды, 2 болды, Ораз келмеді. Ол сөзіне берік еді. Неге келмей жатқаны Аяжанға жұмбақ болды. Бұл жұмбақтың сыры арада 1 тәуліктен артық уақыт өткенде, ертесінде кешке жақын барып қана ашылды. Ораз, кеше неғып келмедің? Қайда болдың? Ораздың жүзі салқын еді. Панфиловқа барып келдім, деді. Бұндай қала бар екенін Аяжан біледі. Неге бардың? Апама дәрі іздеп барып едім. Қандай дәрі? Ораз тәпіштеп айта бастады. Оның шешесі кеше ауданға барып, Алматыдан келген профессорға көрінген екен. Профессор оның құлағының бітіп қалуы суықтан болған кесел деп тауыпты. Бір дәрі жазып беріпті. Профессордың жазып берген дәрісін Күриша аудандағы аптекадан таба алмай келіпті. Кеше ертемен ол Оразда автобусқа отырғызып, сол дәріні іздетіп Панфилов қаласына жіберген екен. Ораз онан да таба алмай келіпті. Сірә жаңа шыға бастаған. Табылуы сирек асыл дәрі болса керек. Міне рецепті мынау, деп Ораз төс қалтасынан 1 тілім қағазды алып көрсетті. Рецепті Аяжан қолына алып оқи бастады. Шекесіне Өнербаеваға деп жазылыпты. Одан соң дәрінің латынша аты эритромицин, 1 таблеткадан күніне 3 рет қабылдау керек делінген. Аяжан еңсесін кілт көтеріп алды. Ораз, менің мамам Алматыда, аптекада істейді ғой. Оларда неше түрлі дәрінің бәрі бар. Біз менің мамама хат жазып, мына рецепті жіберсек, ол мына дәріні жібереді. Және менің мамам сені де, сенің мамаңды да біледі. Қайдан біледі? Мен хат жазғанда жазған бәрін. Сен мені сиырдан қорғап, атамның үйіне ертіп әкелгеніңді, екеуміз дос болғанымызды түгел айтып жазғам. Мамам майлаяқты да біледі. Оны да жазғам. Мұның бәрін есту Оразға сүйкімді жаңалық болды. Жүр біздікіне, барып айтайық апама. Ол мақұл десе хат жазайық та жіберейік. Жүр. Ғажап дәрі. Күриша ауыз бөлмеде кір жуып жатыр еді. Есік алдына келіп қалған Оразды ол әуелі көлеңкесінен байқап таныды. Содан соң Ораз өзі көрінді. Оның соңынан қорғана басып, Аяжан кіріп келеді. Амансың ба қалқам? Келе ғой. Деп бұл жолы Күриша Аяжанмен өзі амандасып жатыр. Ораз шешесін жеңінен тартып, апа, бері келші, деп төр үйге шақырды. Күриша әуелі Ораз бен Аяжанды өткізіп жіберді де, олардың соңынан өзі де төр үйге кірді.
Стол үстінде даяр қағаз, қарандаш жатыр екен. Ораз оған не айтпақшы болғанын үп-үлкен етіп мәнерлеп жаза бастады. Апа, мынау Аяжанның мамасы Алматыда аптекада дәрі беруші болып істейді екен. Оларда барлық дәрі бар дейді. Сенің рецептіңді хатқа салып жіберсек, мамам ол дәріні жібереді дейді. Сөйтпейміз бе? Ораздың жазғанын оқып болды да, Күлиша Аяжанның бетіне жалт бұрылып қарады. Айтпақшы, біздің ол келінді аптекада істейді дейтін еді ғой. Жазсаңдар жазыңдар. Келінмен Дәрбайға менің атымнан сәлем айтыңдар. Осы дәріні маған тауып жіберсін. Мүмкін шипа болып бір жәрдемі тиіп қалар. Күлиша апай Аяжанға мұңын шаққандай болып, сөзінің аяғында, аяқ астынан осындай бір кеселге душар болып қалдым. Екі құлақтан айырылған соң, адамның күні күн емес екен деді. Бұдан кейінгінің бәрі көрген түспен тең болды. Арада 5 күн өткен шамада. Пошташы Ораздың үйіне Алматыдан жіберілген кішкентай қобдиша посылка әкеп берді. Ғажап дәрі осының ішінде еді. Аузы жұқа, ақ қалайымен бекітулі оймақтай, 2 шиша, сынбастай етіліп мақтаға оралып, оқыптап салыныпты. Сыртындағы жазуы сол әлгі эритромицин, түсі қанттай аппақ, түйме тәрізді таблеткалар болады екен. Сүйікті ұлы Оразды туғанда Күлиша қалай қуанса, қазірде дәл солай қуанды. Дәрімен қоса салып жіберілген хат бар екен. Күлиша апай, саламатсыз ба? Сіз душар болған бақытсыздық жағдай менің жаныма қатты батты. Хатыңызды оқи отырып алыста, сонау қыр астында қалған балалық шақтың қызғылықты жәрмеңкесін көз алдымнан өткіздім. Кішкентайдан бірге өскен Әзілжан досыммен менің жұбым жазылатын ба еді? Жазылмайтын еді ғой. Сіз біздің ортақ анамыз секілді едіңіз. Күлиша апай, жаймашуақ жұмсақ мінезіңіз үшін біз сізді ерекше сүйетін едік. Қолыңыздан талай рет дәм татқан, төреңіздің алдында асыр салып талай-талай ойнаған күндер сірәда естен шығарма. Күлиша апай, мына бір оқиға сіздің есіңізде ме? Әзілжан екеуміз сіздің үйдің науасын кеме етіп ойнаймыз деп, сыртына шелескеншілдер деп жазу жазып, өзенге апарып салып ағызып жібергеніміз. Сіз сонда бізге ұрысу орнына теңізшілер, өздеріңнің аман қалғандарың үлкен той, жарық астау сендердің жандарыңнан садақа деген сөзіңіз күні бүгінге дейін менің жадымда қалыпты. Әлгі тәрізді біздің етпеген тентекті қылықтарымызда болатын еді-ау. Ендігі сөз сіздің сұратқан дәріңіз жайында. Бұны мұндағы дәрігерлер де ғажап жақсы дәрі дегенді айтады. 2 шишасын беріп отырмыз. Сонымен емделіп көріңіз. Қажет болса тағы да жібереміз. Лайымда шипа болсын. Тез сауығуыңызға шын жүректен тілектеспіз. Құрметпен, Дәрбай. Аяжанның папасы жазған осы хат Күлиша ананы қатты толқытты. Қолы аңсап жеткен дәрінің. Бұл күні Күлиша 3 түйірін ішті. Кермектеу ащы дәмі бар екен. Келесі күні тағы 3 түйірін, оның арғы күні тағы соншасын, сөйтіп 6 күн бойы ішті. Ал 7-ші күні Ақжолтай, терезенің дәл түбінен мөңіреген сиыр даусы Күлишаны оятып жіберді. Көзін селт етіп ашып алған қалпында, ол біразға дейін не болғанын түсінбей жатты. Аппақ болып таңертеңгі күн сәулесі түсіп тұр. Үй іші жап-жарық. Сиыр түсінде мөңіреген екен ғой деп ойлады Күлиша. Осы кезде оның құлағы сырт-сырт еткен және бір таныс дауысты ап-айқын естіді. Мойнын бұрып қараса, стол үстіндегі сағат екен. Дауыс соныкі. Күлиша шошып қалды. Өңімбе, түсінбе деп көзін шыпылық-шыпылық еткізді. Көше жақтан иттің үргені естілді. Күлиша басын көтеріп алып, жастықты сипалады. Босаға жақтағы өз төсегінде пыр-пыр етіп ұйықтап жатқан Оразды көрді. Жоқ, түсім емес, өңім тәрізді. Терезе тұсынан сиыр тағы мөңіреді. Даусының қаттылығынан үйдің қабырғалары дірілдегендей болды. Иттер үрді. Күлиша айқайлап жіберді. Ораз, Оразтай! О не апа, деп Ораз ұшып түрегелді. Ораз, Оразтай, мынау сенбісің? Мен ғой апа, деді есі шығып кеткен Ораз. Ал мынау мен ғой, ә?
Сенсің, сиыр және мөңіреді. Көше жақтан гүрілдеп машина даусы естілді. Иттер шулап қоя берді. Оразтай, мен естимін, бәрін естимін. Сиыр мөңіреп, ит үрді ғой, иә? Мен бәрін де естідім. Бұл менің түсім емес пе, алтыным? Жоқ, түсің емес. Аяжанды Алматыға қатынайтын таңертеңгі автобусқа отырғызып жібермекші болып. Сарыбай қарияның үй іші бүгін ерте тұрып еді. Кенет есік шалқасынан ашылды да. Екіндеп Күлиша кіріп келді. Шала шарпы киінген, алқам-салқам түрі бар. Көзінде жас. Үйіндегілерді үркітіп кеткен екпінмен Аяжанды келіп құшақтай алды. Жаным, ақ жолтайым, алтыным. Үйдегілер түкте түсінбей үрпейсіп. Не болды мынаған десті. Өліп едім, тірілдім, өшіп едім, қайтадан жандым. Құдай айдап келген мына ақ жолтайымның арқасында. Құлағым ашылып тағы да адам қатарына қосылдым. Балақай, осымен сен Бердібек Соқпақбаевтың Аяжан әңгімесін тыңдап болдың. Аяжанның қызықты хикаялары саған ұнады ма? Ұнаса арнаға тіркеліп, лүпілді бас. Келесі видеоны жіберіп алма.